Достар, сәлем. Бүгін сіздерге өзімнің пигоди пісіру әдісімді көрсетемін. Қамыры жұмсақ және үлпілдек болып шығу құпияларымен бөлісемін. Ал бастайық. Ең бірінші, қамыр жұмсақ және үлпілдек болу үшін ашытқы дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 300 грамм жылы су, ыстық емес, жай ғана жылы болу керек. 1 ас қасық қант, 1 ас қасық дрожжи және 3 ас қасықтай ұн салып, барлығын бір араластырып, қақпағын жауып, 10-15 минутқа қоямыз. Мінеки 15 минут өткен соң ашытқы дайын. Енді осыған 1 шай қасық тұз қосып араластырамыз. Ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, екеуін араластырып, елеуішпен елеп, жұмсақ қамыр илейміз. Ең бастысы, тым көп ұн қоспаңыздар. Қамыр тығыз болып кетпеу үшін қолымызбен жақсылап илейміз. Егер қамыр қолға қатты жабысып жатса, онда кішкене ұн қосуға болады. Мінеки жұмсақ қамыр дайын. Енді бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Қамыр көтерілгенше салмасын дайындайық. Ол үшін алдымен қырыққабатты жұқалап, жіңішкелеп, турап шығамыз. Мінеки осындай видеодағыдай болуы керек. Барлығын бір ыдысқа салып, тұздап, араластырып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Бұл жерде қырыққабатты қысып езудің қажеті жоқ, өзі жұмсарып су ағатын болады. Енді бір үлкен пиязды видеода көрсетілгендей турап, қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, пияз жұмсарғанша қуырып аламыз. Пияздың үстіне кориандр және қара бұрыш қосып араластырамыз. Тұздамаймыз, себебі қырыққабатты тұздап қойдық. Келесі салманы жинаймыз. Қырыққабаттың суын жақсылап сығып, ыдысқа саламыз. Артынша қуырылған пиязды салып, екеуін араластырамыз. Соңында тартылған ет қосып, тағы араластырып аламыз. Мінеки салма дайын болды. 1 сағат өтті, біздің қамыр көтерілді. Мінеки осындай кеуекті, яғни пористый болып шығады. Қамырды тағы бір илеп жіберіп, осылай тең бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 55-60 граммнан 12 дана шықты. Енді әрқайсысын осылай домалатып, беті кеуіп қалмасы үшін орамал жауып қоямыз. Енді жұқалап жайып, салмасын салып, видеодағыдай немесе өз қалауларыңызша түйіп шығамыз. Түйілген пигодиді осылай орамалдың үстіне қойып, бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Ол уақытта мантаварканың қазанына су алып, отқа қоя берсек болады. Су қайнап бастаған кезде мантаварканы майлап, пигодиларды орналастырамыз. Тағы да айта кетер жайт, бір-біріне тым жақын орналастырмаңыздар. Мантаварканың қақпағын міндетті түрде осылай матамен ораймыз және 45 минут пісіреміз. 45 минут өткен соң қақпағын бірден ашпаймыз, 5-10 минут күтіп, содан кейін барып ашамыз. Және де пісу барысында да қақпағын ашуға болмайды. Мінеки біздің пигоди дайын, қамыры мамықтай жұмсақ және үлпілдек. Дәмі енді керемет. Осылай ащы соуспен жесеңіздер, одан да дәмді болады. Бұл видео сіздерге ұнады деп сенемін. Міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.